Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгін мен 6 сынып математикасының 7-2 сабағының абысы топтарын есептерін шығарып көрсететін боламын. Сондықтан каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. 1172 есеп. Мына шамалардың қайсысы векторлық шамалар? Температура, уақыт, масса, жылдамдық, көлем. Температураның бағыты болмайды, сондықтан ол скаляр шама болады. Уақыт, бұның да бағыты болмайды, демек ол да скаляр шама. Машина үшінші суретте болуының бағыты бар, демек бұл векторлық болады. Төртіншісі көлем, бұл да скаляр болады, себебі бағыты жоқ. Және масса да скаляр болады, себебі оның бағыты жоқ. 1173 есеп. 7-24 суретте кескінделген нысандардың әрқайсының жылдамдық векторын сызыңдар денген. Біріншісінде зымыран, яғни жоғарыға кетеді, машинаны тік қарамақ, яғни соның бағыты бойынша вектор кетеді, және сырғанап бара жатқан бала ол төменге қарай вектор кетеді. 1174 есеп. 7-25 сурет бойынша сұрақтарға жауап беріңдер. Қозғалыс қай нүктеден басталған? Мына велосипедін мен қызыл сызықпен белгілеп қойдым, яғни велосипеддің екінші дөңгелегінен бастап саналады. Ол жерде 0-ден кейін -1-ден басталады деген сөз демек. Екіншісіне қозғалыс қай бағытта? Оңға қарай жүргізілген. Үшіншісіне велосипедші қандай жылдамдықпен жүріп келеді? Бірлік кесіндіні 3 км/сағатқа тең деп есептеңдер дейді. Енді әр қайсының арасы 1 деген сөз, біз санап шығамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 деп. Демек 7-ні көбейтеміз. 3-ке 21 км/сағат болады. 1175 есеп. Координаталық жазықтайда EF векторы және KL векторларын кескіндеңдер. EF, KL нүктелерінің әрқайсысы берілген. E нүктесін X-тің бойынан 1, Y-тің бойынан 1 қылып белгілейміз. F нүктесін X-тің бойынан 5, Y-тің бойынан тоже 5 қылып белгілейміз. Сол кезде EF кесіндісі шығады. Одан кейін K нүктесі -4-ті X-тің бойынан 1-ді Y-тің бойынан белгілейміз. Ал L нүктесі -2 X-тің бойынан 6 Y-тің, яғни сол екеуін қиылысқан жерінен L нүктесін белгілейміз. Сол кезде KL кесіндісі шығады. 1176 есеп. А және Б пункттерінен бір-біріне қарама-қарсы бағытта 2 турист шықты. Бірінші туристің жылдамдығы 4 км/сағат, екінші туристің жылдамдығы 5 км/сағат. Дәптерге түзу сызып, А және Б пункттерінің нүктелермен белгілеңдер. Бірінші туристің жылдамдығын А векторымен, екінші туристің жылдамдығын В векторымен белгілеңдер. Бірлік кесінді 1 км/сағат ретінде дәптердің бір торгөзінің ұзындығын алыңдар дейді. Мен мына жерде белгілеп қойдым. Яғни бір-біріне қарама-қарсы болса қызыл вектормен сызым, яғни 4 км/сағат, ал В тоже 5 км/сағат болады. 1177 есеп. 7-26 суретте А қаласындағы шілде айындағы жел өрнегі кескінделген. Жел өрнегін оқыңдар, дәптерге көшіріп салыңдар. Көрсетілген бағыттардағы жел өрнегі векторларын сан шамасымен жазыңдар. Бірлік кесінді 1 метр/секундқа тең дейді. Енді қараңдар, біріншісі шығыстан бастайық, яғни ол жердегі әр бір тор көз 1 метр/секундқа тең деп тұр. Демек шығыс 7 метр/секунд болады. Екіншісі солтүстік шығыс, ол жерде 5 тор көз, яғни солай сызғыш қойылғандықтан ол 5 метр/секунд. Үшіншісі солтүстік 4 метр/секунд, солтүстік батыс 4 метр/секунд, батыс 3 метр/секунд, оңтүстік батыс 2 метр/секунд, оңтүстік 3 метр/секунд, оңтүстік шығыс 2 метр/секунд. 1178 есеп. Қозғалған денелердің жылдамдықтарына сәйкес қандай нысандар қозғалысқа қатысулары мүмкін? 7-27 сурет. Суретті пайдаланып әрбір жағдайдағы қозғалыс үшін жақындау жылдамдығын, қашықтау жылдамдығын жазыңдар дейді. Біріншісі, екінші, үшінші, төртінші суреттерін барлығын белгілеп қойдым. Біріншісінде 4 км/сағат пен 5 км/сағат бір-біріне қарама-қарсы тұр, яғни ол жақындау жылдамдығы қосамыз 9 км/сағат болады. Екіншісінде 15 км/сағат пен 30 км/сағат екеуі екі жаққа кетіп тұр. Екеуінің арасын қосатын болсақ 45 км/сағат болады. Демек ол қашықтау жылдамдығы. Үшіншісінде 120 км/сағат пен 50 км/сағат. Екеуі бір бағытта кетіп бара жатқандықтан 120-дан 50-ді азайтып тастаймыз, 70 км/сағат.
Демек 120 км/сағат, яғни P векторы U векторына жақындау жылдамдығы болады. Төртіншісінде 5 км/сағат және 12 км/сағат деп тұр. Бұл жерде 12-ден 5, яғни үлкен саннан кіші санды азайтып тастаймыз. 7 км/сағат қашықтау жылдамдығы болады. Себебі M векторы ол жерде ең біріншісі 5 км, яғни 12 км/сағаттан аз болғандықтан екеуін азайтып және қашықтау жылдамдығын деп айтамыз. 1179 есеп координаталық жазықтықта АВ векторын кескіндеңдер. Мұндағы АБ векторына абсциссалар осіне қатысты симметриялы EF векторын салыңдар. және F нүктелерін координаталарымен жазыңдар дейді. Ең алдымен А нүктесі X-тің бойынан 6, Y-тің бойынан 2 қылып сызып аламыз. Одан кейін B нүктесі 1 мен 5-те. Екеуін АБ векторы қылып сызып алған кезде EF векторын салуымыз керек. EF векторы дәл жаңағы АБ мен АБ-ның қарама-қарсы түрі деп алуға болады. Яғни E нүктесі 6 мен -2-де, ал F нүктесі 1 мен -5-те жатады. Бір-біріне E және F нүктелерінің координаталарын осылай жазамыз. 1180 есеп автобус маршрутында 28 аялдама бар. Егер аялдамалардың арақашықтығын 25%-ға қысқартса, жаңадан неше аялдама салу керек дейді. Бұл жерде ең алдымен координата сызбайық, жол деп есептейік. Мына жерде мен бірінші суретке қараңдар. 1, 2, 3, 4 солай арасында тағы да сандар бар. Одан кейін 27-28 аялдама деп есептейміз. Енді олардың әрқайсының арасын X деп белгілейміз. Себебі бізде ол әлі белгісіз қанша екен. Бірақ бізде жалпы 27X, яғни 27 аялдама бар екен білеміз. Енді жалпы X-ті 100% деп алайық. Енді 25% 100-ден азайтып тастасақ 75. Демек екінші суретке 1, 2, 3, 4, осылай 27 мен 28-ге дейін бәрінің арасын 0,75X деп алайық. Себебі 75-ті 0-мен өрнектейміз, 0 бүтін деп аламыз. Енді бұл жерде 27 мен 28 чуть-чуть артқа қарай, яғни қысқарады. Ондай кезде сөйтіп оны біз 27 көбейту 0,175X деп алып аламыз. Енді бізде теңдеу дайын деген сөз. Енді 27X тең 27-ні көбейтеміз 0,175X. Одан кейін бізде Y бар. Себебі жаңағы екінші суретте 27 және 28 аялдамадан кейін тағы арақашықтық қалды ғой, Y. Вот соны қосамыз. Енді бізге Y-ті табу керек. Y-ті табу үшін біз мына жерде 27X тең 7-ні көбейтеміз 0,175-те 75 бөлінген 100 деп аламыз. X қосылған Y. Ол жерде қысқарып кетеді. Одан кейін Y тең 27X-тен азайтамыз 20,125X-ті. Y тең 6,175X. Енді бізде пропорция кетеді. Яғни 6,175X-ті бөлеміз 0,175X-ға. X-тары қысқарып кетеді. Сол кезде бір үтірді жылжытқан кезде 670 бөлінген 75 болады. Сол кезде жауабы 9. Демек біз егер аялдамалардың арақашықтығын 25%-ға қысқартса, жаңадан 9 аялдама салу керек екен, яғни салуға болатынын біле аламыз. 1181 есеп теңдеуді шешіңдер. Бірінші теңдеу 5 модуль ішінде x минус 2 минус 6 тең 4 қосылған 3 жақша ішінде модуль ішінде x минус 2. Енді біз ең алдымен модульдің ішінде, яғни модульға көбейтіліп тұрған сандарды азайтып алайық. 5-тен 3-ті азайтып тастаймыз. 2 қалады. 2 модуль ішінде x минус 2. Себебі екеуінің де модульдері бірдей. Тең 4-ке 6-ны қосамыз. Минус 6 плюс 6 болады. Теңнің мына жағынан сол кезде 10 болады. Енді 10-ды 2-ке бөлетін болсақ 5 болады. Енді x минус 2 тең 5 және x минус 2 тең минус 5 деп екі вариантта модульден шығарып жазып аламыз. Сол кезде біріншісіне плюс 5 болған жағдайда минус 2 плюс 2 болады, x тең 7-ге тең. Ал мына жақта минус 5 пен плюс 2 үлкен саннан кіші сан азайтылып, үлкен санның таңбасы қойылады. Яғни x тең минус 3 болады. Үшіншісінде 7 қосылған 4 модуль ішінде x минус 1 тең 9 көбейтілген x минус 1 модуль ішінде минус 8. Енді дәл жаңағыдай ең алдымен 4 көбейтілген
модуль ішіндегі x минус 1-ден азайтып тастаймыз 9 модуль ішіндегі x минус 1-ді. Сол кезде минус 5 x минус 1-ға тең минус 8-ге плюс 7 минус 7 болады еді, минус 15 болады. Минус 15-ті минус 5-ке бөлетін болсақ, минустары қысқарып 3 болады. Демек, x минус 1 тең 3 және x минус 1 тең минус 3 деген жауапта шығаратын боламыз. Енді 3-тен ең біріншісінде минус 1 плюс 1 өтеді, x тең 4-ке тең. Ал минус 3 пен минус 1 плюс 1 өтеді, үлкен саннан кіші сан азайтылып, x тең минус 2 болады. Төртіншісінде 5 көбейтілген модуль ішінде x плюс 4 азайту 6 тең 3, x қосылған 4 модуль ішінде қосылған 8 болады. Демек 5 x плюс 4-тен азайтамыз 3 x плюс 4 модуль ішіндегі, сол кезде 2 модуль ішінде x қосылған 4 қалады. Тең 8-ге минус 6 плюс 6 болып өтеді, 14 болады. 14 2-ке бөлетін болсақ 7 қалады. x плюс 4 тең 7, x плюс 4 минус 7 деген жауапта шығарамыз. x тең біріншісінде 3 болады, себебі плюс 4 минус 4 болып өтеді, 7-тен 4 азайтсақ 3 болады. x тең минус 11 болады, себебі минус 7 мен минус 4 болып өтеді, сол кезде екеуі қосылып минус 11 болады.